Құрметті достар, жанамалар туралы есепті шығарайық. Суретте функцияның графикі сызылған, жанамалар өткізілген және функцияның туындысының осы нүктелердегі мәндері берілген. Бірақ белгісіз, қай нүктеге қай мән сәйкес келеді. Осы сәйкестікті табу керек. А, Б, С нүктелерде мәндері қандай екен туындының. Туындының геометриялық мағынасы туралы теореманы пайдаланамыз. Осы теорема бойынша туынды көлбеулік бұрышының тангенсіне тең. Көлбеулік бұрыштарды анықтап басқа видеода қарастырдық. Сілтеме сипаттамада шешімді А нүктеден бастайық. Бірінші жанама OX осіне параллель болып тұр. Көлбеулік бұрыш 0-ге тең. Сонымен осы нүктеде туынды 0-дің тангенсіне тең болады теорема бойынша. 0-дің тангенсі 0-ге тең, сондықтан А нүктеде туынды 0-ге тең болып тұр. Енді екінші нүктені қарастырайық, Б нүкте. Көлбеу бұрыш доғал бұрыш болды. 90-нан үлкен, 180-нен кіші. Тангенсінің графигін еске түсірейік. Егер бұрыш 90-нан үлкен, 180-нен кіші болса, яғни пи бөлінген 2 мен пидің арасында болса, тангенс ойда OX осінен төмен жатыр. Тангенс бұнда теріс сан болады. Минус 0,155. Осы туындының Б нүктедегі мәні. Енді С нүктеге қалған мән 0,184. Осы нүктені де жаңағы Б нүкте сияқты өз бетінше тексеруге болады.